Ал жыл басынан бері облыста жол көлік апаттарында 37 бала зардап шегіп, екеуі қаза тапты. 6 жағдайда балалар кінәлі болған. Талдау жұмыстары көрсеткендей, жүргізушілер жаяу жүргіншілерді арнайы өткелдерде де өткізбей жатады. Осы орайда өңірімізде арнайы акция бастап алды. Тәртіп сақшылары мен саламатты өмір салты орталығының өкілдері оқушылардың сауалдарына жауап беруде. Акция аясында мұнда кездесулер әр оқу орнында өтпек. Это республиканская акция. Бұл республикалық акция, оның мақсаты балалардың жолда жарақат алуының алдын алу, көлік апаттарының санын азайту, сонымен қатар жолда жүру ережелерін бұзған жүргізушілерді анықтау. Акция барысында қаланың мектептерінде дәрістер оқимыз. Осындай кездесу өткізілген нөмір 10-шы орта мектептің оқушылары полицейлердің жол қозғалысы ережелеріне қатысты қойған сұрақтарына мүдірместен жауап беріп, жол қауіпсіздігіне қатысты білімдерінің жоғары екендігін көрсетті. Дорогу надо переходить на зеленый. Если горит красный, то надо подождать, когда загорится зеленый. Когда горит желтый, это означает, что надо приготовиться, могут поехать машины. Полицейлердің айтуынша, әсіресе көктайғақ кезінде реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінде сақ болу қажет. Акцияның алғашқы күні жол қозғалысы ережелерін бұзудың 363 фактісі тіркелді. Оның 126-сын жаяу жүргіншілер жасаған. Көлікті мас күйде басқарған 13 жүргізуші ұсталып, жаяу жүргіншілерді өткізбей жол бермеген үшін 17 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жаяу жүргіншілер өткел акциясы қазанның 24-не дейін жалғаспақ. Лаура Талепова, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.